Assalamualaikum бауырлар. Бүгін тағы қызықты ақпаратпен бөлісе кетейін. Бұл катушка жөнінде. Оталдыру катушкасы, яғни катушка сжигания. Соның жұмысын қалай тексереміз? Жасап тұрған, жасамай тұрған қалай анықтаймыз? Ол үшін бізде иінді біліктің датчигі керек, яғни коленбалдың датчигі керек. Сосын фотодиод керек бізге. 12 вольтпен жұмыс жасайтын болсын. Мінекей осындай фотодиод керек. Ендігі мәселе бауырлар, осылай фотодиодты коленбал датчиктің, яғни иінді біліктің датчигінің екі сымына жалғаймыз, шығып тұрған. Енді осылай жалғап көреміз, сосын тексереміз. Мінекей бауырлар, фотодиодты жалғадық. Енді коленбал датчиктің басына темір тигіземіз. Мінекей. Жыпылықтап, фотодиод жанып өшіп тұр. Яғни жалғануы дұрыс. Дәл осылай енді байланыс станциясымен пайкілеп тастаймыз. Мінекей бауырлар, осылай жалғап, нақтап пайкімен отырғызып аламыз. Тек көрсетіп отырғаным. Жалғап, барлығын жасап болдық. Енді бұны жұмысын тексеріп көруіміз керек. Ол үшін біз алдымен көлікті оталдырып аламыз. Оталып тұрған көлікте тексеріп көреміз. Катушканы үстіне тегізген кезде жасап тұрған катушка жасап тұр деген біледі. Каждый катушка тегізген жапырықтар тұрады фотодиод. Осылай бауырлар, бәлкім керек болар. Келесі көріскенше аман саулықта болайық.